Қытайда өмір бойына бас бостандығынан айырылған Ақжарқын Тұрлыбай Қазақстанға экстрадицияланбайтын болды. Өйткені Қытай Қазақстан азаматын кері қайтарудан бас тартқан. Бұл жайында бас прокуратура өкілдері мәлімдеді. Сотталушы Ақжарқын Тұрлыбайдың жазбаша шағымы бойынша бас прокуратура Қытайға сұрау салған. Онда сотталушының әрі қарай жазасын Қазақстанда өтеуі сұралған. Қытайдың әділет министрлігі 2021 жылдың 3 наурызындағы хатында шартты мерзімінен бұрын босату құқығынсыз өмір бойына сотталғандар экстрадициялауға жатпайды делінген. Алайда құзырлы орындар мүмкіндіктер түгелдей сарқылған жоқ деп отыр. Егер Қытай соты Ақжарқынның өмір бойғы жазасын нақты бір жылға ауыстырса, Қазақстан жағы қайтадан экстрадицияға сұрау салынады. Іс тұрақты бақылауда деген прокуратура өкілдері ол үшін сотталушы үкім күшіне енген уақыттан кейін кемі 2-3 жыл жазасын сонда өтеу шарт екенін түсіндірген. Айта кетейік, 2015 жылы Қытайдың Гуанчжоу қалалық соты есірткі контрабандасы үшін Ақжарқын Тұрлыбайды өмір бойына бас бостандығынан айырған. Ал 2018 жылы іс қайта қаралса да үкім күшінде қалды. Осы есірткісінде күдікті Нигерия азаматы әлі күнге дейін іздестіріліп жатыр.
аудан көлемінде өзіміздің прокуратура бар, ДВД бар, Титов орта мектебі бар. Соның бәрін жақсы бір семинар ұйымдастырып отырмыз. Өйткені бұл өзекті мәселе, бүгінгі күні құқық бұзушылық. Біздің ең бірінші мақсатымыз бұл құқық бұзушылықты алдын алу. Сол себептен қоғам бар, ата-аналар бар, мектеп бар. Бір ауыздан жұмыс істеу керекпіз. Бүгінгі міне ерекше Титов мектебінің ұжымына рахмет айтқым келіп отыр. Оқушыларына рахмет айтқым келіп отыр. Қандай керемет сценкаларын қойып отыр. Бұл сценканы жүрегімен осы бүгінгі көрермендерге жеткізіп жатыр. Сол үшін өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Рахмет сіздерге.